Баршаңызға қайырлы күн достар. Менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгін өздеріңізге мүлде жұмыртқа қоспайтын, сүт, айран, қаймақ, тіпті сармай қосылмайтын үйдегі бар азық-түлікпен осындай ауызда еритін өте тәтті пирог әзірлейміз. Достар, пирогты бастамас бұрын менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Арнамда көптеген рецепттердің түрлері бар. Ендеше пирогымыздың рецептіне кірсек, алдымен құрғақ қоспаларды қосамыз. Илекштен өткізілген ұнымыздың үстіне 3 ас қасық какаомызды саламыз. Оның үстінен қопсытқышымызды саламыз. Және ванилин салдым. Егер үйлеріңізде ванилин жоқ болса, оны қоспай қойсаңыздар болады. Және қант салдым. Осылардың барын жақсылап араластырып алдым. Енді сұйық май құйып, және міндетті түрде жылы су құйыңыздар, өйткені бізде қант еруі керек. Осылай жылы суымды осылай құйып, жақсылап венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Бізде осындай видеодағындай сұйық болуы керек. Шлихатты қоюда болмау керек. Шлихатты су сияқты сұйықта болмау керек. Тура видеодағындай етіп жасаңыздар. Және осы кезде пешімізді қыздырамыз. Формамыздың шетін барлығын жаңағы майлаймыз. Менде форма көріп тұрғандарыңыздай асты ашылатын диаметрі кішкене үлкендеу диаметрді алдым. Менде 22. Мұнда менде пирогым 25 минутта пісті. 180 градуста. Көріп тұрғандарыңыздай керемет болып пісті. Мен сәл суытып барып жаңағы формасынан шештім. Қалауларыңызша осы кезде шоколадты ерітіп, шоколад жақсаңыздар болады. Вареный сгущенка жақсаңыздар болады. Мен қатты асығыс болғандықтан қант ұнтағын, яғни сахарный пудраны бетіне осылай септім. Көріп тұрғандарыңыздай осылай үлкен диаметр болса да, пирог осындай биік болып шығады. Және үлбіреп тұрады. Дәмі өте какао, қант қосылған соң өте тәтті, ауызға салған беттен еріп кетеді. Достар, менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған дәмді ас. Астарыңыз дәмді болсын.